Бізде өтіміз сілтілі орта болғандықтан, біз сіртілі орта, ал біздің ішкі қабатымыздың бәрі эпителий шырышты қабатпен қапталған. Яғни осы сілтілі орта шырышты қабатымызды күйдіреді де, күйдірудің нәтижесінде бізде ағзамыз қорғаныш эффектісі ретінде сол жерде сілекей және шырыш бөледі. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандармен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы бүгін сіздерге гастроэзофагальды рефлюкс туралы айтқым келіп тұр. Яғни асқазан және өңеш арқылы ауыз қуысына тамақтың қалдықтары қайтадан келу туралы. Бізде қазір дұрыс тамақтамау нәтижесінде қыжыл және кекіру секілді белгілер көп болады. Бұл қай кездерде болады? Егерде өңештің төменгі сфинктеры тонусы төмендеген болса, және асқазанның және де 12 ішектің қалдықтары өңешке қайтадан қайтып, соның зақымдау нәтижесінде асқазанның тамақтың қалдықтарынан босату қабілеті төмендегенде, және өңештің тамақтың қалдықтарынан босату қабілеті төмендегенде, және де ішкі қысымның артуы нәтижесінде болады. Бұл белгілі клиникалық жағдайда бұл тамақтан кейінгі кекіру және қыжыл секілді белгілермен көрінеді. Бұл белгілер қатты маңызды емес, егерде сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, және де өмір сүру салтын дұрыс қалыптастыратын болсаңыз, онда қатты қорқынышты емес. Ал егерде келесі мен айтатын белгілер ұзақ уақыт қолданатын болсаңыз, онда қорқуға болады. Ол белгілер бірінші темекі тарту, семіздік, және де ұзақ уақыт еңкейген күйде жұмыс істеу, құсу және де кекіру белгілерін жасанды түрде жасайтын болсаңыз, және де фенилэтиламин құрамында бар дәрілерді және де тағамдарды қолданатын болсаңыз, оларға тәттілер, шоколад және диетикалық тамақтар және кейбір спортпен шұғылданатын адамдардың тағамдану тәсілдерінің ішінде болады. Ал келесі, егер дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, тамақты көп мөлшерде немесе майлы, қуырылған тағамдарды қолданатын болсаңыз, газды сусындарды, салқындатылған минералды суларды және соктарды, құрамында пектині бар жеміс жидектерді көп қолдану болып келеді. Және де ыстық тамақты, суық тамақты көп қолданатын болсаңыз. Келесі, осы жағдайлар қалай жүреді? Енді соған тоқталатын болсаңыз, құрылысына келетін болсақ, мына мен сіздерге сызба түрінде сыздым. Бізде ауыз қуысы арқылы, ауыз қуысына тамақ түсіп, одан трахеядан кейін өкпеге кетеді, өкпеден мына өңеш, өңештен асқазанға барып, 12 ішекке барады, кейін ішектерге жалғасады. Ал бізде мына жерде трахея мен өңештің екеуі тілшекпен бірге байланысқан, екеуінің саңылауы бір болып келеді. Сол себепті кейде айтамыз, тамақ жеген кезде сөйлеуге болмайды деп. Біз егерде сөйлесеңіз, тамағымыз өңеш арқылы емес, трахеяға өтіп, адамның шашалып қалуы мүмкін. Келесі, осы мына жердегі төмендегі өңештің төмендегі сфинктерінің дұрыс жұмыс жасамауынан асқазан және ішектегі тамақ қалдықтары ауыз қуысына өтіп кетуі мүмкін. Бізде тәулігіне 3-тен асқан балаларда түнгі уақытта таңға дейін 300 мл өт бөлінеді, және өт қабында, мына жерде өт қабында жиналады. Бауырдан бөлініп, өт қабында жиналады. Ал егерде сіз кешкі 6-тан кейін өтті жақсы бөлетін тағамды қабылдайтын болсаңыз, оның мөлшері көбейеді. Соның нәтижесінде бізде көп бөлінген өт ішекке түседі. Ішекке түскеннен кейін, сол дұрыс тамақтанбаған екен, ол асқазанға өтеді. Асқазаннан бұл өңешке қарай өтеді. Яғни сіз горизонтальды жатқан күйде болғандықтан, мына өтіміз біздің өңеш арқылы ауыз қуысына түседі. Ол ауыз қуысында ғана емес, трахеяға да түседі, кеңірдекке, яғни
ауыз қуысына және де мұрынға да өтіміз баруы мүмкін. Бізде өтіміз сілтілі орта болғандықтан біз сілтілі орта, ал біздің ішкі қабатымыздың бәрі эпителий шырышты қабатпен қапталған. Яғни осы сілтілі орта шырышты қабатымызды күйдірудің нәтижесінде бізде ағзамыз қорғаныш эффектісі ретінде сол жерде сілекей және шырыш бөледі. Ал ол шырыш бізде аузымыз таңертең тұрғанда немесе түнде ұйықтағанда сілекей ағуының себебі сол өттің нәтижесінен. Аузымыз или трахеяға өтсе, ол жерде шырыш, трахеяға өтіміздің өту нәтижесінде ол жерде шырыш бөлінеді. Соның нәтижесінде таңертең тұрғанда қақыр жөтеліп, сол қақырықты шығарып тастағысы келіп тұрады, және сол нәтижесінде жөтелу болады. Ауыз қуысына өт келгеннің белгілері тісіміздің сарғаюы, және де тіліміздің ақшыл сарғыш түсі болуы, және де ұртымызда, тілімізде тістің дақтарының болуы да соның нәтижесінде, және де құрғауының нәтижесінде сіз шөлдемесеңіз де ауыздың құрғағын басу үшін су ішуіңізге тура келеді. Келесі, және де тісті жуғанда жүрек айну сезімі болуы мүмкін. Машинаға мінгенде кейде жүрек айну сезімдерінің болуы осы өттің асқазан ішек жолына түсуінен болып келеді. Сонымен қатар көптеген тістердің сарғыш болуы, тас болуы, тас жиналуының бәрі және де басқа да көптеген белгілердің себебі осы өтімізге байланысты болып келеді. Осы жағдайды болдырмау үшін бізге кешкі 6-дан кейін өтті жақсы бөлетін тағамдарды көп қолданбау, етті тағамдарды түскі 4-ке дейін қабылдау керек. Түнгі ұйықтардан тамақты жеп болғаннан кейін 3 сағаттан кейін ұйықтау керек, немесе ұйықтардан алдын 3 сағат алдын тамақтану керек. Және де сіздің 6-тан кейінгі жейтін тағамыңыз өзіңіздің жұдырығыңызбен бірдей болу керек. Және де көп тамақтанбау керек, және де аз калориялы болу керек. Тамақтану салтын дұрыс сақтау керек. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.